Сәлем. Бүгін біз карта желаний, доска визуализации, vision boardты қалай жасау туралы сөйлесетін боламыз. Бұл карта желаний деген ол баяғыдан бар нәрсе, бірақ қазіргі уақытта ол қазір трендте, тиктокта, инстаграмда барлық жерде көре аласыздар адамдардың осы vision boardты жасап жатқандарын. Vision board дегеніміз не? Яғни доска визуализации дегеніміз не? Ол бізде бір коллаж, яғни әртүрлі фотолардан, суреттерден құрастырылған коллаж, сіздің армандарыңыз, сіздің мақсаттарыңыз бен байланысты суреттер. Егер қазақша айтатын болсақ, армандар тақтасы дейміз ба? Ол коллажды біз не үшін қолданамыз? Әр адам өзінің болашақта көргісі келетін, өзінің қолын жеткізгісі келетін мақсаттарын, армандарын бір қағаз бетіне желімдеп шығарады. Яғни өзінің армандарының мақсаттарынан құралған коллаж. Оның үлкен пайдасы бар, себебі сен оны жасағаннан кейін, оны сен өзің күнделікті жиі көретін жерге қойып қоятын болсаң, мысалы ұйықтайтын бөлмеңе немесе айнаның жанына қойып қоятын болсаң, сен оны күнде көріп жүресің. Ол сен жаңағы коллажды көрген кезде, сол фотоларды, суреттерді көрген кезде, ол сенің миыңмен, яғни байланыс болады, миында жаңа нейрондық байланыстар пайда болады. Яғни біздің миымыз ол шындықпен, дәл қазіргі болып жатқан шындықпен қиялдағы нәрсені ешқандай айырмашылығын білмейді. Яғни біз қиял нәрсемізді ол шындық деп қабылдауы мүмкін. Біз миымызды солай алдай аламыз. Яғни сондай суреттерді көру арқылы біздің миымыз уже программирование болады да, миымызда жаңа, және біздің денеміз, санамыз жаңа әдеттерді, жаңа таңдауларды жасауға бойұсынады, сол коллаждағы, сол армандар тақтасындағы мақсаттарға қол жеткізу үшін. Өте бұл дегеніміз бір чудо сияқты ғой. Осындай біздің миымыз, біздің санамыз өте сондай керемет нәрселерді жасай алады. Вау! Бұл карта визуализацияды жасаған кезде, әрине оны дұрыстап тұрып жасау керек, яғни оның да өзінің бір ережелері бар. Себебі ол сізбен байланысты. Сіз оны біреудің жасаған карта сіз біреудің визуализация карта жасағанын Pinterest'тен көре салып, дәл сондай көшіріп алсаңыз, ол орындалады деп айта алмаймын, себебі ол сізбен байланысты емес. Сондықтан армандар тақтасы жасаған кезде әр адам өзі қолмен жасау керек, яғни өзіне байланысты, өзімен байланысты суреттерді таңдау керек. Яғни армандар тақтасын жасар кезде оны екі жолмен жасауға болады. Digital, яғни цифровой вариантта Canva-ны ашып, Canva деген приложениені ашып, суреттерді бүйтіп қойып жасауға болады коллаж ретінде. Бірақ мен екеуінде жасап көрдім, екі түрінде. Маған екінші түрі қатты ұнады. Екінші түрі, яғни ол қолмен жасау, суреттерді қолмен қиып. Мысалы, мен Pinterest'тан суреттерді тауып алдым, оларды принтерден шығардым, сосын қиып желімдеп әдемі коллаж жасадым. Яғни сен қолмен жұмыс жасаған кезде, сен миыңа айтасың, бұл мен үшін өте маңызды, мен уақытымды осыған жіберіп, осыған жұмсап, армандарымның коллажын жасап жатырмын деген өзінің миына өзіне сөйтіп айтасың. Және қолмен жасаған нәрсе әрқашанда ол мимен жақсы байланысқа барады. Яғни физически жасаған нәрсе тиімдірек болып келеді, диджитал ретінде жасағаннан гөрі. Яғни доска визуализацияды жасамастан бұрын, ең біріншіден сіз бірінші өзіңізді түсініп алу керексіз. Сіздің армандарыңыз, мақсаттарыңыз қандай? Яғни қағаз алып, сол қағазға өзіңіздің мақсаттарыңызды жазасыз, армандарыңызды жазасыз. Мақсаттар деп айтайық, яғни цели жазасыз. Өте детальды түрде жазу керек, яғни мысалы категорияларға бөліп тастайсыз. Отбасы, өзімнің арақатынасым, достарым, өзімнің жеке өмірім, саяхаттау, жұмыс, бизнес деген сияқты әртүрлі категорияларға бөліп тастайсыз, спорт деген сияқты. Сол әр категорияның астына өте детальды түрде өзіңіздің мақсаттарыңызды жазасыз. Мысалы, спорт деген категорияның астына сіз жаза аласыз. Мысалы, мынандай салмақ түсіру, денемді шымыр ету, йогаға бару, фитнесқа жазылу деген сияқты сондай мақсаттарыңызды жазасыз детальды түрде. Сол категорияларға мақсаттарыңызға қарай Pinterest ашасыз, немесе TikTok-тан, Instagram-нан мүмкін сіз скриншот жасап алған шығарсыз, өзіңізге, жүрегіңізге бір жақын болған суреттерді немесе видеоларды скриншот жасап алған шығарсыз. Яғни асықпай қарайсыз,
әр мақсатқа жақын келетін, соған байланысты 2-3 сурет таңдайсыз. Мысалы, біз бұлай істейміз көбінесе Pinterest'тан бір эстетик адамдардан көреміз да, олар жаңағы Dior, Louis Vuitton, сондай люкс нәрселерді, люкс өмірді, лакжури өмірді көрсетеді ғой. Яғни там Ferrari деген сияқты. Ол бәрі әдемі, конечно, оның бәрі әдемі, бірақ ол сізге, сіздің жүрегіңізге жақын ба, сіздің ол мақсатыңыз ба, шынымен де сіздің арманыңыз ба, әлде сіз біреудің жылтыраған нәрсесін ұнатып, сонда өзіңіздің карта желанияңызға салыңыз келіп кетті ма? Сондықтан өзіңізге байланысты, өзіңіздің жүрегіңізге жақын суреттерді таңдаңыз. Мысалы, суреттер таңдаған кезде оның тура мағынасы болмауы да мүмкін да. Мысалы, егер адам жаңағы Дубайдағы Тауэрдің суретін салса, жаңағы Cartier, Tiffany'дің мысалы изделияларын салып қойса, ол дегеніміз тура соны алам, тура сол жерге барам деген сөз емес. Мүмкін ол изобилие деген сөз шығар. Мүмкін байлықта өмір сүру, финансовая свобода деген сөзді білдіретін шығар. Қонжықты көрген кезде бір нәрсенің символы ретінде тек өзіңіз түсінетін бір нәрсе болатын болса, онда қонжықтың суретін қойыңыз. Бұл визуализация доскасын сіз ешкімге көрсетпейсіз, яғни ол өзіңізге тиесілі, бұнда ешқандай ереже жоқ, ол тек өзіңізбен байланысты. Және қатты басыңызды ауыртпаңыз, андай эстетичный қылып жасауға, андай бірдей 4 бұрыштар 4 см, 6 см деп қиюға, түстердің комбинациясын жасауға, ондай қатты басыңызды ауыртпаңыз. Ол жаңағы месси бола алады, шашыраңқы бола алады, әртүрлі размерде бола алады. Ең бастысы сіздің мақсаттарыңыз бен армандарыңызбен байланысты болса болды. Сол карта визуализацияда жасаған кезде сіз оған өзіңізге байланысты болу керек, яғни суреттер таңдаған кезде сіз по возможности, мысалы, бір адам сіз үй алғыңыз келеді, мысалы, жаңа пәтер алғыңыз келеді. Сол жаңа пәтердің алдында бір адам, левый бір адам тұрған суретін қойсаңыз, егер фотошоппен бетіңізді жабыстырып қойыңыз, сонда сіздің миыңызға сигнал барады. Ол сізсіз, яғни фотода сіз басқа бір адам емес деген сияқты. Или мысалы сіздің аккаунтыңызда, банк аккаунтыңызда мынандай мысалы ақша сумманы қаласаңыз, онда тоже фотошоппен телефонда да жасауға болады. Текст деп өзіңіздің атыңызды жазып қойыңыз. Яғни бұл барлық армандардың барлығы сізбен байланысты болу керек. Сіздің келбетіңіз болу керек. Немесе андай фотоларды таңдауға болады бүйтіп. Телефонмен түсірген сияқты, мысалы кілт ұстап тұрған сияқты, өзіңіз түсірген сияқты. Как будто сіз өзіңіз түсірген фото сияқты болып көріну керек те. Яғни сіз миыңызбен тікелей байланыс жасаудасыз. Миымызды алдаудамыз, яғни шындық пен қиялдың арасында айырмашылықты білмейді. Vision boardты жасайтын кезде сіз өзіңіз жақсы көңіл күйде болу керексіз, және сізді ешкім мазаламау керексіз, оны романтизировать етіп жасауыңызға болады. Свечалар, майшамдар жағып қойып, өзіңізге ұнайтын музыка жіберіп қойып, немесе бір сериалды қосып қойып, асықпай өзіңіз жасасаңыз болады. Немесе достарыңызбен, құрбыларыңызбен бірге жасауға болады. Бірақ ол сіздің сенетін жақын адамдарыңыз болу керек. Яғни ешкім сізді энергетически блокировать етпейтіндей, яғни сізді әрқашанда қолдайтын, сіздің мақсаттарыңызға әрқашанда қуанатын, сіздің жеңістеріңізге қуанатын адамдардың ортасында жасауға да болады. Яғни бұл армандар тақтасы, ол дегеніміз, мысалы, мұнша уақыт өтті ғой, неге ол орындалмай жатыр деп, тек соны іліп қойып, жасап қойып, оған тек қарап жүрген, ол жеткілікті емес. Яғни ол аспаннан келіп сізге түсіп келе салмайды. Жаңағы сондай ситуацияларды шақырасыз, өзіңізге тартатын боласыз, бірақ сол армандарға, мақсаттарға жету үшін сіз жаңа әдеттер жасау керексіз, жаңа әрекеттер, жаңа таңдаулар, яғни сіз қозғалу керексіз. Тек отыра беріп, анау қашан орындалады екен, мен қашан Диордың косметикасын алам екен деп отыра бергеннен ештеңе шықпайды. Яғни карта визуализация дегеніміз ол бір құрал, ол андай сиқырлы нәрсе емес, ол не волшебная палочка, ол біздің құралымыз. It helps us to stay focused on our goals деп айтсам. Қазақша аузыма сөз келмей жатыр. Яғни сондай біздің құралымыз болып табылады. Армандар тақтасын жасаған кезде бұл сіздің армандарыңыз, сіздің мақсаттарыңыз. Сіз полностью өзіңізге ерік бере аласыз, өзіңіздің миыңызға. Қандай ол қазір мүмкін емес нәрсе ол көрініп тұрса, сізге бәрібір
сіз оған сенесіз, ішіңізде сенім бар, сіз соған жеткіңіз келеді, сіз соны алғыңыз келеді. Оның барлығын, суреттердің барлығын, армандарыңыз, мақсаттарыңыз, суреттердің бәрін салыңыз. Егер ол шынымен де сіздің жүрегіңізден орын тапса, ол суретті салуға қорықпаңыз. Яғни, ал егер болмаса ше, ал егер мындай болып қалса ше деп өзіңіз сенбей тұрсаңыз, онда қиын. Шын жүрекпен сеніп жасауыңыз керек. Әрине, айтып кеткендей, бұл армандар тақтасы сиқырлы нәрсе емес. Не болатынын, біздің не нәрсеге қолымыз жететінін тек бір Алла тағала ғана біледі. Ал сіз жаңағы тек аспаннан күтіп отырмай, өзіңізде әрекет жасайсыз. Яғни оны бір сиқырлы палочка ретінде көрмеңіз, өзіңізге керек бір өте керемет күшті құрал деп қабылдаңыз. Біздің күнделікті миымызда қаншама ойлар болады, қаншама мен ананы хочу, мен мынаны хочу, ой, мынаны бүйту керек, мынаны сөйту керек. Сөйтіп біз жүреміз да, армандарымыз, мақсаттарымыз сол ойлардың арасында бүйтіп араласып кетеді. И біз жаңағы фокусымызды жоғалтамыз. Ұмытып кетеміз да, біз шынымен не қалайтынымызды, біздің қандай арманымыз бар екенін ұмытып кетеміз, басқа ойлардың арасында араласып кетеді. Сондықтан осы армандар тақтасын жасаған кезде сіз яғни фокус жібересіз, өзіңізбен брейнсторминг жасайсыз өз-өзіңізбен, және шынымен де жүрегіңіздегі не қалайсыз, шынымен де сол армандарыңыздың барлығын қағаз бетіне шығарасыз. Бұл өте әдемі әрекет, өте өзіңізге деген өте жақсы инвестиция болып табылады. Vision boardты қалай жасаймыз? Сіз рамканы алсаңыз болады, А3 рамка, фото салатын рамка, немесе просто А3 плакат қағаз алсаңыз болады. А3 болмаса 2 А4-ні бүйтіп жабыстырып қойсаңыз болады. Главное желание дейді ғой, ең бастысы желание. Сосын принтерден суреттерді шығарып аласыз, сосын желімдеп қоясыз. Мында мысалы мен видеода көрсеткендей, мен әдемі осында Pinterest'тан бір фразалар қостым. Себебі бұл кішкене менің vision board'ымды кішкене ерекшелендірді. Мынандай цитаталар қоюға болады, мысалы self-care, өз-өзіңді жақсы көру деген сияқты. Яғни бұл highlight moment сияқты ғой. Сіз сол суреттердің түбінде жатқан үлкен мақсатты сөз ретінде шығарып, яғни тематика, тақырып ретінде жазып қоясыз. Ол да өте керемет әдіс болып табылады. Маған өте қатты ұнады. Және тағы да бір сиқырлы деп айтайық, бірақ физика жағынан түсіндіретін, сайенс, ғылым жағынан түсіндіретін болсақ, бұл өте керемет эффектісі бар армандар тақтасының. Яғни сіз күнделікті жиі осы суретті көресіз, коллаждағы суреттерді көресіз. Яғни сіз оларды көрген кезде сізде бір өзіңізде андай күшті эмоциялар пайда болады. Сіз оны көрген кезде андай, сіз уже сол жердесіз, сіз уже сол заттарды алып жатсыз, сіз уже сол өмірді сүріп жатсыз. Яғни сондай эмоция сыйлайды сізге. Яғни сіз сол түрде өзіңіздің вибрацияларыңыз көтересіз. Яғни жиілік дейді ғой, әр өмірдегі әр тірі зат белгілі бір вибрацияда, қозғалыста болып келеді. Яғни сіз сол суретке қараған кезде эмоцияңыз жақсы болады, и сіз өзіңіздің вибрацияңызды көтересіз. Яғни сіздің жоғары вибрацияда өмір сүретін болсаңыз, сіз онда сондай ситуацияларды, сондай адамдарды өзіңіздің өміріңізге тартатын боласыз. Бұл коллаж сізді дұрыс әрекеттер жасауға итермелейтін болады. Миыңызды тағы бір алдау үшін, сол коллажда шын болып жатқан нәрселердің барлығы шынымен де сізбен болып жатыр. Уже қазіргі моментте осы шақта болып жатқанына сендіру үшін сіз тағы бір әдіс бар. Яғни қағазға мақсаттарыңызды категорияларға бөліп жазған кезде, сіз қазіргі осы шақта, in present tense дейді ғой, сөйтіп жазуыңызға болады. Мысалы, менің өзімнің дүкенім бар. Мен дұрыс тамақтанамын. Мен нандай машина айдаймын. Мен аптасына нандай кітаптар оқимын деген сияқты осы шақта жазсаңыз, яғни ол сізбен қазіргі моментте болып жатыр деп өзіңізді сендіресіз. Бұл бір жағынан атомные привычки деген кітаптағы әдіске алып келеді. Яғни сіз осы шақта, ол қазір уже менімен болып жатыр, мен уже сондай нәрселерді істеп жүрмін деген кезде, сіз өзіңіздің миыңызды солай алдайсыз, және ол миыңыз сіздің, значит, бұл шындық, бұл қазір болып жатыр деп ойлайды да, миыңыз сізге жаңа әдеттер, жаңа таңдаулар, жаңа әрекеттер жасауға
итермелейтін болады. Яғни сіз өзіңізді сол коллаждағы, сол армандар тақтасындағы, vision бордтағы адам ретінде көресіз. Яғни сіз ол адам боламын емес, мен уже сол адаммын деп өзіңізді сендіресіз. Сол өзіңіз сенген кезде, сіз өзіңіз сондай адам ретінде көрген кезде, сондай адаммын деп сеніп, сондай адам ретінде өзіңізді қабылдаған кезде, сіз сол адам жасайтын әрекеттерді жасап бастайсыз. Сіз сол адам жасайтын әдеттерді жасап бастайсыз. Ал бұл әрекеттер, бұл әдеттер сізді тек мақсаттарыңызға, армандарыңызға жақындата түседі. Осы жаңа жылда сіздің барлық армандарыңыз, мақсаттарыңыз орындалсын. Өз-өзіңізге сеніңіз, өз-өзіңізді жақсы көріңіз. Сіздің қолыңыздан бәрі келеді. Сәттілік. Пока!